Қазір қоғамда ажырасқандар сірә көп екен. Солардың ішінде мен де бармын. Бір қыз, бір ұл. Ажырасқаныма 2 жылдан асып, 3-ші жылға жақындап келеді. Құдайға шүкір, жұмысым, бала-шағам бар. Менен кейін інім бар, бірақ оны әкемнің ағасында перзент болмағасын соларға берген. Содан мен жалғыз перзент болдым. Өзімді кереметпін демеймін. Мінезімнің ұшқалақтығы бар. Мүмкін сол мінезімнен таптым ба білмеймін. Ата-енеме еш ұнамай қойдым. Бәлкім ерке болдым ба білмеймін. Бірақ еш тірліктен қашпадым. 15 сиырды бақтым. Тамақ жасауды ғаламтордан үйреніп, нағыз аспазшы болдым. Сүтті жинай бермей сатайын деп жұмысыма әкеп сататын едім. Кір жуулы, үй жинаулы, бақша егулі, әйелдің міндеті болғасын басыңа түссе істейді екенсің. Сонда да ұнамадым. Қызым менингит болғанда біреу қол ұшын берген емес. Тек әке-шешем ғана қызыма қарасты. Жаның аман қалдырған әуелі Алла, соған себепкер ата-анам. Тапқан тиынымның барлығын бердім. Себебі мен де сол үйдің адамымын ғой. Жолдасым екеуміз бір-бірімізді жақсы көрдік, бірақ бір кінәсі отбасын сақтауды жалғыз маған артып қойды. Қайнатам қол көтерген күндері болды. Әрине, себепсіз емес, сөз қайтардым. Неге? Өйткені шектен тыс мені боқтайтын, қызым тұратын, сәл бірдеңе дұрыс болмаса айқайға сала бергесін, шықпаған жан қалсын ба? Менің де шықпай жүрген тілімді шығарды. Темірді қызғанда бас демекші, оларға да сол керек болды. Содан бастап не керек? Сен ондайсың, мұндайсың дегендеріне ақырында шыдамым таусылып, мен де айқайға көшіп, соңы таяқ жеуге апаратын. Жолдасым ешкімді жақтаған емес. Тек анасын ғана тыңдайтын. Әрине, анасы да жақтырмайтын мені. Ақыры мақсатына жетіп, жолдасымды көндіріп ажыратты. Мен ажырасқанды көтере алмай, 2 ай ауруханада жаттым. Бір күні ВКонтакте желісінен қарасам, күйеуім үйленіп кетіпті. Қолымда 2 жасар қызыммен, 3 айлық ұлыммен ата-анамның қолында қалдым. Қазір оның бір қызы бар. Алиментін төлейді, тек балдарын іздемейді. Өйткені әйелі оған қарсы. Балдарын сағынғанды шығар. Қанша дегенмен әкесі ғой. Қазір кейде ойланам, сонда сол тілімді шығармасам, мүмкін жеңер ме едім. Осының бәрі неден екен? Мүмкін өмірді үйренбегеннен бе? Бала күннен еш қиналған емес едім. Мен өлсем де ажыраспаймын деп қатайып тұрсам да бір өзімнің шамам келмей жеңілдім. Әрине, өмірден емес, сол бір жандардан ақыры жеңілдім. Қалада жолдасымды көріп қалсам, ол мені көрмегендей өтіп кетеді. Осының бәрі жаныма батады. Осы жап-жақсы жүрген жұптардың арасына неге аламызғы өтеді екен деп ойлаймын. Жолдасыммен ренжіскен емеспін. Ол да қосылғысы келді. Тек ата-анасы рұқсат етпеді. Оны түсінем. Әзірге өмірім бір қалыпты. Қанша жерден жағдайым болып, балдарыммен алдансам да жаным жабырқаулы. Жалғыз сырайым. Сөз салғандар жоқ емес, бірақ оларды қайтем. Бәрібір олармен болашағым жоқ. Мақсаттарым көп, бірақ жалғыз қиналып кеттім. Әзірге магистратурада оқимын. Институтта менеджермін. Жұмысымда бір жігіт сөз салып жүр. Осыдан 1 ай бұрын көлік апатына түскенімде бас-аяғы қасымда болды. Сонда анамның 70-ке келген әпкесі: сол жігітті ұста, жақсы жігіт, тиіп алмасаң да алданышың. Бар жоғы 27 жастасың, ертең ауру боласың, деген сияқты сөздеріне жиі айтып кетті. Ал мен қаламайым. Біріншіден, ол үйленбеген. Екіншіден, онымен болашағым жоқ. Ата-анасы мен үшін өсіріп бақпады ғой. Өзі орыс мінезді. Күнде көре бергесін мен де бауыр басып барам. Ол жігітті қалай тоқтатам? Маған жігіт, махаббат, күйеу деген керек емес. Мен тек балдарымды ойлағым келеді. Соларды мен көрмегенді көрсін деп күресіп келем. Ал анам: ұнатқаның болса тез кет, бірақ балаларды бермеймін. Себебі оларсыз әкең екеуміз сағынып құсадан өлерміз. Біздің ермек солар, деп ол да 1-2 рет айтып қалды.
олар да маған жаны ашып айтқан ой болар. Ал мен ше? Мен де балаларымсыз өмір сүре алмаймын ғой. Ал сіздер қандай кеңес бересіздер?